Баршаға сәлем достар. Бұл әдеттегідей қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы. Бүгін сіздерге талай көрерменді жылата білген кореялық қыз санатасы телехикаясы және ондағы актерлардың жеке өмірлері туралы қызықты ақпараттар беретін боламыз. Достар, біз ақпараттарды сіздер үшін қазақ тілінде ұсынамыз. Егерде видеоларымыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер. Жарнама туралы төменде көрсетілген телеграм нөмірге жазсаңыздар болады. Сонымен қыз санатасы Оңтүстік Кореяның KBS телеарнасы таспалаған теледрама. Режиссер Юн Сок Хо түсірген сериал 2002 жылы көрермендерге ұсынылып, миллиондаған көрерменнің жүрегін жаулайды. Екі жастың махаббаты бейнеленген телехикая тек Кореяда емес, Жапония елінде де жоғары бағаланды. Жапония елінің 20% қыз санатасы телехикаясын тамашалап, сериалдағы актер, актрисалардың жанкүйерлеріне айналған деген ақпараттар шындық. Көпшіліктің қызығушылығын оятқан сериалды Азия елінің бірнеше телеарналары сатып алып, өз тілдеріне аударып көрсете бастайды. Ал басты рөлдегі актерлар осы телехикая арқылы қалың көрерменге танымал бола алды. Сериалдағы Джун Сан Кан рөлін кореялық актер Пе Йон Джун сомдаған. Ол 1972 жылы 29 тамызда Оңтүстік Кореяның Сеул қаласында өмірге келген. Йон Джун бірнеше мектепте оқыған, ал мектептен соң Сюгван университетіне түседі. 1994 жылы алғаш рет Пилку фильмінде дебют жасайды. Кейінірек бөлуге 6 адам, әке және Салют де Амор фильмдеріне түседі. Уақыт өте күн астындағы орын сериалы арқылы аздап танымалдылыққа ие болады. 1997 жылы ойнаған алғашқы махаббат сериалы да көрерменнің көңілінен шыға білді. 1999 жылы актер университеттегі кино мамандығын аяқтау үшін фильмдерге түсуді уақытша тоқтатады. 2001 жылы MBC кинокомпаниясы түсірген Қонақ үйдің басшысы сериалында басты рөлдердің бірін сомдайды. Ал 2002 жылы қыз санатасы сериалында басты рөлдегі Джун Сан Кан образын жоғары дәрежеде сомдап шығады. Дәл осы образ актердің фишкасы болған рас. Сәтті шыққан телехикаядан соң жаңа фильмдерге түсуге ұсыныстар көптеп келе бастайды. 2003 жылы актер Құпия жанжал фильміне түседі. 2005 жылы сәуір айындағы Қар дорамасы да актердің кино мансабындағы сәтті шыққан фильмдерінің бірегейі. 2006 жылы актердің үйі электр тогының шатынауынан өртеніп кетеді, алайда ешкім зардап шекпеген. 2007 жылы Жапония ел түсірген Қонақ үйдің басшысы дорамасының жапониялық нұсқасында басты рөлді сомдайды. Сол жылы аспандағы 4 күзетші туралы аңыз тарихи сериалында Чусин ханзадасының рөлін сомдайды. 2011 жылы Арманға бейім дорамасына түседі. Сол уақытта Ан Са Гён есімді қызбен кездесіп жүрген, алайда белгісіз себептермен айырылысып кетеді. 2013 жылы өзінен 14 жас кіші қызбен көңіл жарастырады. Актер кинодан бөлек кітап оқуды және өзі де кітап жазуды ұнатады. Осы уақытқа дейін жазушы ретінде 5 кітабы жарық көрген. Оның Корея сұлулығын іздеуге арналған саяхат кітабы сатылым жағынан Кореядағы ең танымал кітаптардың арасында 13-ші орынға ие болған. Кітаптың жапониялық нұсқасы бірден Жапонияның кітап дүкендерінде тез сатылып кетеді. Осылайша автордың осы кітабы 2010 жылы жыл кітабы және өмір стилі атты номинацияларға ие болады. Аталмыш туынды Корея елінің мәдениетін, тыныс тіршілігімен танысуға арналған керемет нұсқаулық болып табылады. Жеке өміріне келсек, 2015 жылы өзінен 13 жас кіші болған актриса Пак Су Джинге үйленеді. Олар 2016 жылы өмірге келген ұлдары және 2018 жылы өмірге келген қыздары бар. Пе Йон Джун актерлықтан бөлек KBS продюсерлік компаниясының президенті қызметін атқарады. Сериалдағы басты рөлдегі қыз Юджин образын актриса Чхве Джу сомдаған. Актрисаның шын есімі Чхе Михян. Ол 1975 жылы Оңтүстік Кореяның Пхаджу қаласында туылған. Мектепті аяқтаған соң Пусандағы қыздар колледжіне аэробика биін меңгеру үшін оқуға түседі. Кейін Ханьян университетінің театр және кино мамандығына түсіп, 1 жылдан соң оқуды тастап кетеді. Басты себеп киноға толықтай бет бұрады.
1994 жылы NBC телеарнасы ұйымдастырған талантты байқауына қатысып жүлделі орынға ие болады. Осы байқаудан соң 1995 жылы алғашқы махаббат сериалына түсуге ұсыныс келеді. Осы сериалдан соң актриса есімі Чхве Джиу деп аталып өзгереді. 1996 жылы Тағдыр қақпасы сериалына түседі, алайда актерлық шеберлігі төмен болғандықтан орнына басқа актриса алады. Актриса әрмен қарай Тұзақ триллерінде, Романтик президент Хашайып күндер дорамаларында ойнайды. Ал 2002 жылы қыз санатасындағы Юджин образы арқылы бүкіл Азияға таныла бастайды. Жапониялық көрермендер актрисаның осы сериалдағы рөліне тәнті болып, Джи-у Ханшайым деп атап кеткен. 2003 жылы аспанға шығар баспалдақ, 2004 жылы актер Ли Бен Хонмен бірге әркімнің өз құпиясы бар фильмдеріне түседі. Актриса сол уақытта Кореяның ең танымал әрі ең қымбат қаламақы алатын актрисаларының бірі болды. Оның актерлық шеберлігіне қызығушылық танытып, көрші елдерде фильмдерге түсуге ұсыныс жасаған. Осылайша 2004 жылы Қытай елі түсірген 101 ұсыныс және Жапония елі түсірген Рондо дорамаларында басты рөлдерді сомдайды. 2007 жылы актриса Әуежай және 2009 жылы Менің сүйікті жұлдызым дорамаларына түседі. Менің сүйікті жұлдызым дорамасының бір эпизодына түсу үшін актрисаға 48 миллион вон төлеген. Бұл рекордтық жағдай деп тіркеліп, сол уақыттағы Кореяның ең жоғары қаламақы алатын актриса ретінде танылған. 2009 жылы миллиондаған кино көрермендер сағынған Қыз санатасы сериалының аниме нұсқасы жарық көреді. Басты кейіпкер Джун Санг пен Ю Джин образына Пейон Джун мен Чхве Джиу дауыс басады. Екеуін бірге көрген жанкүйерлері оларға жылы лебіздерін әлеуметтік желі арқылы жеткізе білді. Көпшілік актрисаны қарапайым қыз образында көріп үйреніп қалған. Алайда 2011 жылы жарыққа шыққан Мен ештеңе жоғалтпаймын комедиясы актрисаны комедия жанрында да керемет ойнайтынын көрсетті. Ол кинодан бөлек телеарнада бірнеше бағдарламаларды жүргізеді. Жеке өміріне келсек, 2018 жылы өзінен 12 жас кіші кореялық жігітке тұрмысқа шығады. Актрисаның тойы құпия түрде өтті және тойға ең жақын туыстарынан 40 адам қатысты. 2020 жылы олардың қыздары өмірге келді. Қазіргі таңда отбасылы актриса жаңа фильмдерге түсуге ұсыныстар келгенін хабарлады. Сериалдағы Санхюг образын сомдаған актер Пак Йон Ха. Ол 1977 жылы 12 тамызда оңтүстік Кореяның Сеул қаласында туылған. Өзінің сымбатты келбетімен және актерлік қабілетімен 15 жасында алғаш рет фильмдерге түсе бастайды. Алайда Пак Йон Ханы көпшілікке танытқан бұл Қыз санатасы сериал болды. Актер фильмдерге түсумен қатар әншілік өнермен де Корея елінде танылып үлгерген. Бәрімізге белгілі Вабанк сериалының саундтрегін осы Пак Йон Ха жазған. Осы әннің арқасында өз тыңдармандарын тапқан әнші жаңа ән жинақтарын жарыққа шығарып, концерттер бере бастаған. Әнші ретінде Оңтүстік Корея, Жапония және Өзбекстан елдеріне концерттік турлар жасап, тыңдармандарымен кездескен. Оның әндерін Жапония елі жоғары бағалаған, сондықтан әнші Корея тілінде 4 альбом, ал жапон тілінде 8 альбом жазған. 2004 жылы Жапония елі таспалаған Токио шығанағы фильміне түседі. 2008 жылы эфирде сериалына, 2009 жылы стратегия және ер адам тарихы фильмдеріне түседі. Өкінішке орай актер 2010 жылы 30 маусымда өз бөлмесінде өлі күйі табылған. Ол өз-өзіне қол жұмсаған бұл ақпарат отбасына, Корея еліне, оның жанкүйерлеріне өте ауыр тиді. Актер бір күн алдын ракпен ауырып жатқан әкесінің қолына және аяғына массаж жасап отырып, кешіріңізші, мені кешіріңізші деп жиі қайталаған. Ертесіне таңертең анасы бөлмесіне кіргенде электр сымына өзін асып қойған көрінеді. 33 жастағы Пак Йон Ха актер әрі әнші ретінде миллиондаған көрерменнің жүрегінен орын ала білді. Ол аз ғұмырында үздік азиялық әртіс, үздік актер, үздік ән және үздік орындаушы секілді 10-ға жуық марапаттарға ие болған. Сериалдағы Чхерин есімді қыздың рөлін актриса Пак Сольми ойнаған. Ол 1978 жылы 3 қаңтарда Оңтүстік Кореяның Чолла Пукто қаласында дүниеге келген. Жастайынан өнерге қызыққандықтан алғаш рет 1997 жылы белгілі бір мюзиклде актриса ретінде дебют жасайды. 1998 жылы NBC арнасында жүргізуші болып жұмыс істейді. 1996 жылы әке романтикалық драмасында ойнайды. Актрисаға үлкен танымалдылық 2002
жылы жарыққа шыққан «Қыз санатасы» сериалынан соң келе бастайды. Ал 2003 жылы жарыққа шыққан «Вабанк» сериалындағы рөлі оның танымалдылығын арттыра түседі. 2004 жылы «Желмен би» романтикалық комедиясына, 2005 жылы «Алтын алма» сериалына түседі. 2007 жылы «Өлтіруші жұмақ» фильміндегі рөл үшін ең жақсы актриса номинациясын жеңіп алады. Уақыт өте саудагер Ким Ман Док, көрші адвокат Чхо Дел Хо, ұялы телефон және ғашықтар сериалдарына түседі. 2018 жылы «Егер сіз өлсеңіз, мен бақытты боламын» романтикалық комедиясында екінші пландағы рөл сомдайды. Жеке өміріне келсек, 2010 жылы саудагер Ким Ман Док сериалында бірге ойнаған Хан Жа-сок есімді актерға тұрмысқа шығады. Үйлену тойы 2013 жылдың 21 сәуірінде өтеді. Қазіргі таңда ерлі зайыптылардың екі қыз перзенттері бар. Достар, «Қыз санатасы» сериалы Орта Азияға кең таралған кинотуынды. Екі ғашықтың тағдыр жолдары тоғысар сәтте миллиондаған көрерменді еріксіз жылата білген әсерлі махаббат телехикаясы. Сериалдағы екі ғашықтың ұзын талдар арасында бірге жүретін сахнасы көпшіліктің есінде болса керек. Түсірілім жұмыстары Дамьянг атты кішігірім қалада болып өткен. Сериал танымалдылыққа ие болған сәтте Дамьянг саябағының ішіне басты кейіпкерлер Джун Санг пен Ю Джинге арналып арнайы ескерткіш мүсін орнатылған. Телехикаяның танымалдылығының арқасында туристер бұл жерге жиі келіп тұрады. Достар, біз білетін ақпараттар осылар. Алдағы уақытта қай өнер жұлдыздары туралы қызықты ақпараттар бергенімізді қалайсыз? Төмендегі комментарий бөліне жаза кетсеңіздер болады. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өтте маңызды. Төменде Telegram каналымыздың сілтемесін қалдырдым. Тіркелі видеоларды тамашалап шығыңыздар. Каналға жазылып лайк басып қолдау көрсете кетіңіздер. Қазақша осындай контенттерге қолдау көрсеткен әрбіріңізге алғысымыз шексіз екенін жеткіземіз. Бұл қазақша ақпараттар беретін Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше амандықта болайық.